Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан жасалатын осындай етті бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны өткізіп жіберместен соңына дейін көріңіздер. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін описаниядан қарасаңыздар болады. Ең алдымен өте суық сары майымызды ұнға салып араластырамыз. ұн мен майды араластырғанның нәтижесінде осындай түйіршікті масса пайда болады. Оған 2 жұмыртқаның сарысы мен 1 жұмыртқаны қосамыз және 20% қаймақты қосып араластырамыз. Қамыр алғашында өте құрғақ болып көрінуі мүмкін. Егерде сіздің ұныңыз өте көп болып көрінсе, кішкене қаймақ қосып жіберсеңіз болады. Осылай барлық қамырды жақсылап біріктіреміз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырды салафанға немесе пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа жарты не 1 сағатқа қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, 2-ге бөлеміз. Астыңғы бөлігін үлкендеу қылып бөліп аламыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Жайылған қамырымызда пергамент қағаз төселінген формамызға саламыз. Пергамент қағазыңыздың сапасы жақсы болса, майлап қажет емес, осылай сала берсеңіз болады. Осы қамырдың үстіне салмасын саламыз. Мен алдын ала дайындап алдым. Бұл жерде менде сиыр еті ұсақтап туралған және пияз, картошка және дәміне қарай тұз, бұрыш салдым. Салмасын толықтай салып, осылай үстінен басып, тегістеп, бір келке етіп шығамыз. Енді екінші қамырды да дәл солай қылып жайып аламыз. Жайылған қамырымызды салмасының бетіне жауып, 2 қамырды біріктіреміз. Шеттерін осылай біріктіріп шығамыз. Шеттерін жақсылап бекіту қажет, себебі ашылып кететін болса, ішіндегі суы ағып, бәлішіміз өте құрғақ болып қалуы мүмкін. Және өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Шеттерін өз қалауларыңызша бекітсеңіздер болады. Бәліш пісіп жатқан кезде үріліп кетпес үшін осылай ортасын тесіп қоямыз. Және бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бәлішті 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Біздің бәлішіміз дайын болды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.